Ассаламу алейкум, қадірлі замандастар, экран артында бізді тамашалап отырған әзиз тамаша көйлер. Әзизлер, мінекей мүбәрек Рамазан айында сізбенен экран арқылы дидарласып тұрғанымыздан жүдә қуанышлымыз. Әзиз тамаша көйлер, мінекей ақыл ғазинемізді елете байыту мақсатында Нөкіс қаласы Имам Ишан Мұхаммед Жөме мешіті рәсми сайты Насият-Уз каналыменен біргелікте басылаған насият көрсетуіміздің нәубеттегі санын әтібарыңызға ұсынып атырмыз. Әзизлер, бүгін көрсетуімізде мейманда Нөкіс қаласы бас имамы Разып Бахрамадин ұстаз. Ассаламу алейкум ұстаз. Алейкум ассалам. Ұстаз, мінеге Рамазан айында қылған бәрше ибадатларымызға тосқылық қылатығын бір іллет бар, бұл тіл апатлары болып есепланады. Келің, бүгін тіл апатлары хақында сәубетлесек, һәм еңдәслеп осы тіл апатлары хақында өзіңіз түсінік беріп өтсеңіз. Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассаламу ала расулиллах. Аллах табарак тағалаға хамду саналар, пайғамбарымыз алейхиссаламға салауатты саламлар болсын. Аллах табарак тағаланың инсанларға берген ең үлкен неаматларының бірі бұл тіл болып есептелінеді. Себебі Аллах табарак тағаланың қанша жануарлары бар, Аллах табарак тағала оларға сөйлеу, яғни сол тіл неаматын бермеген. Демек, инсан міне осы тіл деген неаматтан өнімді пайдалануға керек болады. Аллах табарак тағала аят-ы каримада мархамат қылып айтады: "Ey iman келтіргендер, Аллах Тағаладан қорқың, һәм туры сөйлең" деп мархамат қылады. Міне осы аят-ы каримаға назар тастайтын болсақ, өзі иман келтірген, яғни муъмин мұсылманларға дұрыс сөйлеулікке, яғни туры сөйлеулікке бұйырмақта. Демек, осы туры сөйлеулігіміздің өзі де бізге Аллах Тағаланың бұл берген неаматына шүкірлік болып есептелінеді. Әлбетте, міне Рамазан айында ораза тұтушы адамлар тек қана жеп ішуліктен өзін тыймастан, бәлкім бүткіл ағзаларын, күнә істерден тыю керек болады. Сол қатары тілінен әр түрлі өтірік сөйлеулік, яки ғибат, міне соған ұқсаған іллетлерден тиіп барулығы керек болады. Себебі пайғамбарымыз алейхиссаламның сол хадислерінде тек қана жеп ішуден тиюлық бенен Аллах табарак тағалаға ешқандай мүтәжілігінің жоқ екенлігі, бәлкім сол өтірік сөйлеуге ұқсаған нәрселерден инсан өзін тиіп барулығы керек екенлігі хақында хадислерде баян етіледі. Әлбетте, өтірік сөйлеулік, яки тіл апатларынан болған ғибат, яки дүхмет қылулық, міне соған ұқсаған нәрселер дінімізде қараланған үлкен күнә болып есептелінеді. Имам Термизи рауайат қылған хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: адам баласы ұйқыдан тұрған уақытта бүткіл дене ағзасы тілге қарата айтатұғын екен: біздер хақында Аллах Тағаладан қорқ. Біз қандай ахуалға түсетұғын болсаған, сен себеплі түсеміз. Егер сен жақсы болсаң, біздер жақсы боламыз, туры боламыз. Егер сен қисық болсаң, біз қисық боламыз деген мәніде бүткіл дене ағзасы тілге міне осындай ескерту беретұғын екен. Бұл хадистен демек келіп шығып айтатұғын болсақ, хақиқаттан инсанның жәмиетте өзінің орнын табулығы, яки сол әтрafындағы адамлардың ішінде бір хүрметке ие болулығы ұшынан бұл тілдің үлкен әһәмиетлі, яғни бір үлкен бір орны бар болып есептелінеді. Соның үшін оламаларымыз айтады, тіл бұл дәріге ұқсайды дейді. Егер өзінің орнында істетілетұғын болса, өзінің мұқдарында істетілетұғын болса, бұл пайда береді. Егер өзінің мұқдарынан көп болып кететұғын болса, инсанды өлтіреді деп айтады. Соның үшін халқымызда басына келетұғын бәле бұл тілден болады деп бекарға айтылмаған екен. Ұстаз, мінеге тіл апатларының ең үлкенділерінің бірі бұл ғибат болып есептелінеді. Өз бірадары хақында өзі жоқ уақытында жаман пікірлерді білдіру, яғни ұнамсыз пікірлерді білдіру, осы тіл апатларының ең үлкенділерінің бірі болып есептелінеді. Осы ғибат хақында дінімізде не делінген? Ғибат дегені бұл араб тілінен алынған сөз болып, сөзлікте бір нәрсенің көзден тосылуы деген мәнін аңлатады. Ғұламаларымыз бір инсанды өзі жақтырмайтұғын нәрселерін өзі жоқ уақытта айтулыққа ғибат деп тәріп берген. Пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисте келеді, Абу Хурайра разияллаху анху рауаятылған хадисте. Пайғамбар алейхиссаламнан ғибат не деп сұрағанда, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям:
Бирадарыңызды өзі жақтырмай тұрған нәрсе менен еслеулігіңіз бұл ғибат болады дейді. Сонда сахабалардың бірі, егер біз айтып отырған нәрсе осы бирадарымыздың өзінде болса не дегенде, пайғамбар алейхиссалам былай жауап берген екен: егер айтып отырған нәрсе бирадарыңызда болса, бұл ғибат болады. Егер бирадарыңызда жоқ затты айтсаңыз, бұл бұқтан болады. Яғни атына жалғанды тоқыған боласыз деп пайғамбар алейхиссалам мархамат қылады. Ғибат бұл үлкен гүнәлардың бірі болып есептелінеді. Хәтта Аллах табарак ва тағала өзінің бенделерін аят каримада ғибаттан қайтарып мархамат қылып айтқан: сіздер өздеріңіздің өлген бирадарыңыздың көшін жеуді қалайсыз бе? Әлбетте жеулікті жаман көресіз деп, яғни осы аятта инсанның екінші бір адамды ғибат қылулығын бір адамның көшін жеуменен теңестіріп жатыр. Яғни сол дәрежеде бір үлкен күнә болып есептелінеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан рауаят қылынған бір хадисте сол ғибат хақында, яғни сол ғибаттың қай дәрежеде үлкен күнәсі үлкенлігі хақында, қала берсе оның жазасы қандай болатындығы хақында баян қылынады. Пайғамбарымыз алейхиссалам миъражға көтерілген уақытта сондай бір қауымды көрдім дейді. Тырнақлары мыстан болған. Олар өздерінің көкіректерін, бетлерін тырнап отырғанлығына куә болдым дейді. Һәм Жәбірайыл алейхиссаламнан сұрадым дейді. Бұлар кімлер деп. Сонда Жәбірайыл алейхиссалам жауап берді дейді. Бұлар бұл дүнияда адамлардың көшін жеп, олардың абыройын төккен адамлар деп айтты дейді. Демек, бұл дүнияда өзінің бирадарын, яғни атрафындағы инсанлардың абыройын төгулік, оларды ғибат қылулықтың Аллах Тағаланың алдындағы жазасы міне осындай үлкен болады екен. Соның үшін инсан қолынан келгенше ғибатқа ұқсаған иллетлерден тыйылып барулыққа әрекет етуілігі керек. Себебі пайғамбарымыз алейхиссалам хадис шарифінің бірінде мұсылманның екінші бір мұсылмандағы хаққы, демек оның қанын төкпеулігі, оның абыройын төкпеулігі, һәмде мал дүниясына нахақтан қол ұзатпаулығы деп пайғамбар алейхиссалам мархамат қылған. Демек ғибат қылатын адам бірінші нәубетте не қылады? Оның абыройын төгулікке әрекет етеді. Бұл нәрсе болса, дінімізде үлкен қараланған күнә іс болып есептелінеді екен. Сөз мінекей тіл апатларының бірі және бірі бұл жалған сөйлеу болып есептелінеді. Қазіргі уақытта адамлар бұл кішігірім күнә дегенде бір ітібарсыздықпенен, яғни қатты зәрур болмаған жағдайда да әйтеуір бір екі достың ортасында сәубеттің өзінде де сондай ітібарсыз қарап жалған сөйлеулер көбейіп жатырды. Келін, осы дініміз жалған сөйлеу хақында не делінген, бұл хақында да түсіндіріп берсеңіз. Өтірік сөйлеулік, яғни жалған сөйлеулік осы жоғарыда айтып кеткеніміздей тіл апатларының бірі болып есептелінеді. Бірақ айрым адамдар бұның күнә екенлігін білсе де, ітібарсыздықпенен жүдә көп адамдарды алдап жалған сөйлейді. Аят каримаға назар тастайтын болсақ, Аллах табарак ва тағала аят каримада мархамат қылып айтады: "Астағфиру биллах, иннама яфтарил казиба аллазина ла юъминуна би аятиллахи ва улаика хумул казибун." Яғни әлбетте Аллах табарак ва тағаланың аятына иман келтірмегендер ғана жалғанды тоқиды, әне солар өзлері жалғаншы деп Аллах табарак ва тағала мархамат қылған. Демек, бұл аят каримаға назар тастайтын болсақ, Аллах Тағаланың аятына иман келтірмейтіндер ғана жалған сөйлейді деп айтырыпты. Демек, біз мүмин мұсылмандарымыз, Аллах Тағаланың өзіне, Құран Кәримге, аятларға иман келтірген инсандарымыз, демек, қолымыздан келгенше жалғаннан сақланулығымыз, һәмде жалғаннан тыйылулығымыз керек болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мүмин адам өтірікші болмайды деп мархамат қылған. Демек, мүмин адам айрым бір жағымсыз сипаттылыға ие болуы мүмкін, бірақ ешқашан өтірікші болмайтындығын пайғамбар алейхиссалам мархамат қылып айтады. Өтірік сөйлеулік сол дәрежеде бір үлкен зиян нәрсе екен. Хәтта хадис шарифлерде келеді, егер бенде өтірік сөйлейтін болса, соның өтірігінің, яғни сол өтірік сөйлеп отырған сөзінің сасықлығынан періштелер онан 1 миль ұзаққа ұзақласады дейді. Яғни әфу айтылмен айтатын болсақ, өтірікші адамның періштесі болмайды екен. Өзі негізінде Аллах табарак ва тағала әр бір бендеге хафаза, яғни оны қорғаушы періштелерді біріктіріп қойған. Енді өтірікші адам болса, міне сондай Аллах табарак ва тағаланың ең бір хүрметлі болған періштелеріне азар беретін инсан болып есептелінеді екен.
Соның үшін әлбетте тілді бізге Аллах Тәбәрәк Тағала аманат қылып берген. Міне осы аманатқа өтірік сөйлеп біз қиянат қылуға ешқашан хаққымыз жоқ екен. Ұстаз, мінекей сіз айтқан аяты карималардан, хадислерден түсініп жатырмыз. Ғибат қылу, тохмет қылу бұл жалған сөйлеу үлкен күнә екенін түсініп жатырмыз. Қазіргі уақытта осы интернет тармақтарында көпшілік жастарымыз өзінің уақытын өткереді һәм сол жерде осыған ұқсас ғибат, тохмет, өсек сөздерді сол жерде көп қалдырады. Яғни бір инсан, қандай да бір инсан өзінің Инстаграм, Телеграм тармақтарында сонда қандай да бір пост салатұғын болса, һәм оның астына комментария дейміз, сондай ұнамсыз пікірлерді көпшіліктің алдында жазып қалдырады. Меніңше бұлар да ғибатқа кірсе керек. Әлбетте социал тармақларда бүгінгі күнде жастарымыз, яғни сол инсандар көп уақытын өткізеді. Осы социал тармақларда да сол жоғарыда айтқанымыздай тіл апатларының сол жаңағы ғибат яки сол жалған хабар тарқату яки осыған ұқсаған нәрселерді көрулігіміз мүмкін. Әлбетте бұл жүзбе-жүз қылынып атырған әрекетім яки осы социал тармақларда қылынып атырған әрекетім бәрібір осы күнә болып есептеле береді. Жоғарыда айтып кеткеніңіздей, ұнамсыз пікірлерді жазып, яғни сол екінші бір адамның абыройын төгуілікке әрекет етеді. Жоғарыда хадис шарифтен біз айтып естіп өттік, мұъминнің алдындағы хақларының бірі, демек оның абыройын сақлаулығы керек болып есептеледі. Демек қайсы бір адам екінші бір адамның абыройын төгетуін болса, бұл дінімізде қайтарылған үлкен күнәні істеп отырған болады. Демек, міне осы әрбір интернеттен пайдаланатын, социал тармақлардан пайдаланатын адамдар социал тармақлардан пайдалану әдеплеріне әмел қылу керек болады. Ұстаз, мінекей жәмиетімізде жалған сөйлеу, өтірік сөйлеу деген соншалық рауажланғанлығы себеплі инсанлар бір бірадары екінші бірадарын өзінің сөзіне сендіру үшін нан ұрсын, болмаса құдайлығы кібі ұсындай сөздерді қолданып келеді. Бұл қаншайлы дұрыс? Өзі жоғарыдан айтып кеттік, жалған, яғни өтірік сөйлеулік тек қана бір адам үшін емес, яки бір шаңырақ үшін емес, бүткіл жәмиет үшін бір үлкен өзінің кесентін тигізетін бір иллет болып есептеледі. Себебі қай жерде жалғаншылық көбейсе, ол жерде ешқашан рауажлану болмайды. Себебі жалған тарқалған жерде адамдар бір-біріне сенім деген нәрсе болмайды. Демек, бір-біріне сенім болмаған жерде ешқашан рауажлану болмайды. Соның үшін дінімізде жалған сөйлеуліктен қайтарылған. Хаттеки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр разияллаху анху рауаят қылған хадисте сахабаларға қарата, мен сіздерге үлкен күнәлардың үлкеніректері хақында хабар берейін бе дейді. Яғни итибар беретін болсақ, үлкен күнәлардан үлкенлері хақында хабар берейін бе деп айтыпты. Сонда сахабалар ауа дегенде пайғамбар алейхиссалам біріншісі Аллах Тағалаға ширк келтірулік, ата-анаға ақ болулық деп сүйеніп тұрып еді, отырып алды да әла уа қаулу зур деп қайта-қайта тәкрарлады. Яғни абайлы болың, жалған сөйлеулік, абайлы болың, жалғаннан гуалық берулік деп қайта-қайта тәкрарлады. Демек, міне осы нәрседе, яғни сол пайғамбар алейхиссалам алдын сүйеніп тұрғанлығы, ширк хақында, ата-анаға ақ болулық, бұл күнәлардың ең үлкенлігі хақында хабар беріп тұрып, және атрафындағы сахабалардың қатты итибарын өзіне тартып, яғни сол отырып алып, абайлы болыңлар өтірік сөйлеуліктен деп пайғамбар алейхиссалам сахабаларды һәм бүткіл үмметін бұл нәрседен қайтарған. Бұл бекарға емес. Себебі жалған, өтірік тарқаған жерде жоғарыда айтқанымыздай бір-біріне сенім болмайды. Хаттеки шаңырақларда да ерлі-зайыплар болсын, яки шаңырақ ағзалары, туған-туысқандардың ортасында да сенім болмайтұғын болса, бір-біріне деген мехр-мұхаббатым жоқ болады. Демек, нәтижеде жәмиет яки шаңырақлардың беккен болулығына бұл жалған үлкен өзінің кері тәсірін тигізетұғын екен. Айырым адамдар өзінің гәхбін сенімні болулығы үшін нан ұрсын, яки құдайлығы дегенге ұқсаған гәхбілерді айтады. Негізінде нан ұрсын деп айтулық бұл дұрыс емес, үлкен күнә болып есептелінеді. Өзі шариатта өзінің гәхбін дәлелеп берулігі үшін айырым жағдайларда істетілетін сөздер, бұлар мәселен қасам ішулік бар. Бұл қасам ішулігі тек Аллах Тәбәрәк Тағаланың аты менен ғана қасам ішілінеді. Хаттеки ұлы болған Құран менен, яки пайғамбар алейхиссалам менен қасам ішулік дінімізде дұрыс емес. Сол қатары нан ұрсын деген сөзім бұл надұрыс
егер кім со нанды со дәрежеде жоғарыға көтермелеп нан ұрсын деген гәпті айтатын болса, бұл күнә айтқан болып есептелінеді. Ұстаз, мінекей жалған сөйлеу, өтірік айту, біреуді алдау, бұл күнә екенін түсініп біліп тұрып, бірақ сол жалған сөйлеуге әдетленіп қалған инсандар осы жолдан өзін қалай қайтарса болады? Яғни сол жалған сөйлеуден, өтірік айтудан, ғибат қылудан өзін қалай тыйса болады? Міне қазір Рамазан айы, әлбетте Рамазан айында ораза тұтып отырған адам, жоғарыда айтқанымыздай, тек қана өзін жеп ішуден емес, бәлкім басқа да күнә істерден, яғни сол бүкіл ағзасын күнә істерден тыюлығы керек. Соның үшін уламаларымыз айтады, ораза тұтып отырған адам бүкіл ағзасын күнә істерден тыятын болса, уламаларымыз соның үшін айтады, егер ораза тұтып отырған адам тілін өтірік сөйлеулік, ғибат сөздерден тыятын болса, бұл бұның тілінің оразасы болады дейді. Егер күнә істерге қараулықтан көзін тыятын болса, бұл оның көзінің ораза тұтқанлығы болады деп уламаларымыз айтады. Демек, ораза тұтқан адам, міне жоғарыда айтып кеткеніміздей, тіл апатларынан өзін қатты тыюлығы керек болады. Егер бір ай давамында өзін ұстап, осы тіл апатларынан өзін сақлап жүретін болса, әлбетте Рамазан айынан кейін бұл нәрсеге әдетленіп қалады. Бірінші нәубетте өтірік сөйлеуді қоя алмай отырған адамдар бұның үлкен бір күнә екенлігін түсініп алулығы керек. Хәмде бұған Аллах Тағалаға шын көңілден тәуба қылулығы керек. Хәмде әрбір адамның екі иінінде екі періште бар екенлігін яттан шығармаулығы керек. Оң тарапында сауапыл істерін, шеп тарапында күнә істері жазылып тұрғанлығын ешқашан яттан шығармаулығы керек. Міне осындай қылып Аллах Тәбәрәк ва Тағаланың алдына барғанда әрбір айтқан сөзі үшін, әрбір қылған ісі үшін жауап беретұғылығына иман келтірулігі керек. Һәм міне осы жауапкершілікті мойнына алатын болса, тіл апатларынан, мәселен ғибат яки өтірік сөйлеулікке ұқсаған нәрселерден өзін тыюлығы аңсат болады. Әлбетте ата-аналар перзентіне жақсылығынан бастап сол өтірік сөйлеулік яки сол жоғарыға айтқанымыздай алдамшылыққа ұқсаған нәрселерден перзенттерін аулақ қылып тәрбиелаулығы керек. Хәтта пайғамбар алейхиссалам хадистерінде келеді, егер бір адам кішкентай бір нәрестеге мә мынаны ал деп шақырса, бірақ еш нәрсе бермесе, ол жалғаншы деген. Хәтта кішкентай балаға да сол қолында есат болмастан о баланы алдына шақырулық үшін мә мынаны ал деп өтірік сөйлегенлігінің өзі үшін сол адамға күнә жазылатын екен. Осы нәрсені ата-аналар жақсы білулігі керек. Айырым уақытлары ата-аналар перзентіне жақсы жақтан үлгі болулықтың орнына жаман жақтан үлгі болып қалады. Яғни сол өзі бола тұрып, мені үйде жоқ деп перзентіне не қылады, өтірікке әдетлендіреді. Демек, ата-анадан мені осы нәрсені көріп тұрғаннан кейін перзентім мені осындай болып қаліплеседі. Демек, өтірікті бір ахуайы хал деп қабыл қылады. Соның үшін ата-аналарға айтатын нәрсеміз перзенттерге әрдайым жақсы тараптан үлгі болулыққа әрекет етсе, міне осы қылып атаған әрекетлері менен перзенттің жақсы тәрбиелаулығы мүмкін болады. Ұстаз, бүгінгі сөйбет үшін сізге minnettarшылығымызды білдіреміз. Бүгін өзімізге керекіл болған бір қанша мағлұматларды өтіріктің, алдамшылықтың, ғибаттың қаншелі ауыр күнә екенлігін біліп алдық. Әлбетте бізді тамашалап отырған теле тамаша көйлеріміз де осы Рамазан айының фазилетлерінен пайдаланып, осындай бір жаман іллетлерін таслауға әрекет етеді деген үміттеміз. Әзиздер, алдағы уақытларда осындай тек қана жақсы күндерде сіздің шаңырағыңызда мейманда болу бізге несіп етсін. АТV телеканалында көріскенше, қош, сау, саламат болың.